көпшілігіміздің уайымымыз намаз бастай алмай жүрмін. Немесе намаз оқып жүрмін, бірақ намазым бұрынғыдай емес. Намазды қаза етіп ала беремін. Таң намазына ұйықтап қала беремін. Осы сияқты көп маған күнделікті хаттар келеді. Бүгінгі күні әрине біз бәріміз комфортқа ұмтыламыз, бірақ дәл сол комфорт кейде бізге кедергісін де келтіруі мүмкін. Мысалы біз суымыз жылытудың қажеті жоқ, құманмен жүрудің қажеті жоқ. Суды ағыза саламыз, сөйтеміз де не істейміз? Тез дәретті ала саламыз да, дәретті сезінбей қалады екенбіз. Міне осы жерде дәреттің өзін асықпай алуымыз, дәреттің өзінде жаңадай кімнің алдына бара жатқандығымызды ойланып алу, бұл маңызды. Алла Тағала айтады: мен құлыма екі қорқыныш бермеймін дейді. Кім осы дүниеде Алла Тағаладан қорқып, оның тыйымдарынан сақтанып, бұйрықтарын орындап өмір сүретін болса, Алла Тағала қияметте оны қорқытпаймын дейді. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Құрметті мен каналымның оқырмандары, қалайсыздар? Бүгінгі тақырыпта сіздермен намаздағы ықыластың арттырудың 5 жолы атты тақырыпты қозғайтын боламыз. Бұл негізгі 5 жол, алайда одан да көп жолдарын Алла қаласа алда мен жарық көрейін деп жатқан намаз туралы кітабымда оқып біле аласыздар. Енді бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, көпшілігіміздің уайымымыз намаз бастай алмай жүрмін. Немесе намаз оқып жүрмін, бірақ намазым бұрынғыдай емес. Намазды қаза етіп ала беремін. Таң намазына ұйықтап қала беремін. Осы сияқты көп маған күнделікті хаттар келеді. Я ханымдар, түсінем. Бұндай уайым әрбір мұсылманның бойында бар деп білемін. Және егер дәл осы тақырыпты біз уайымдайтын болсақ, онда сіз тура жолдасыз. Себебі егер біз оны уайымдамасақ, нағыз хасірет осы болар еді. Ал енді бүгінгі тақырыпта сіздермен жалпы намазға қатысты ықыласымды қалай арттырсам болады, намазға баяғы махаббатымды қалай келтірсем болады деген тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы намаз туралы тақырыпты мен 2020 жылы осы намаздағы ықылас деген тақырыпты тереңірек зерттеуге тырыстым. Себебі менің өзімде уайым болды. Неге мен намазымды күнделікті бір әдет секілді, күнделікті бір оқылу керек, автоматты түрде оқи беретін, жасай беретін бір ритуал секілді қарап кеттім деген уайым болды. Алла Тағала да мен уайымыма қарай шығар, сол кезде алғаш рет мен намаз туралы, намаздағы ықыласты арттыру жолдары атты бір курсқа қатыстым. Ол шетелдіктің бір курсы еді. Және сол кезде менің ең алғаш осы тақырыпта саяхатым басталды десем болады. Әрине оған дейін біз әртүрлі кітаптарды оқып, ғалымдардың өмірін оқып, әсер ететін сахабалардың өмірін оқып, бірақ дәл осы тақырыпты терең зерттеген кезім осы карантинде 2020 жылдан басталған болатын. Сол кезде менің алғаш намазыңды әсемде курсым дүниеге келді. Енді Алла қаласа сол кезде ниет еткен намазға қатысты кітабым, жаңа туындым дүниеге келе жатыр, иншалла. Енді сол тақырыптарды зерттей келе мен не нәрсеге мән бердім? Ең алдымен біз намаздың ішінде тұрған кезде ойымыз жан-жаққа кетеді, ойымызды жинақтай алмаймыз. Сөйтеміз де қанша ракат оқығанымызды ұмытып қаламыз, қай жерге келгенімізді ұмытып қаламыз. Бұның барлығы неден дейтін болсақ, ең алдымен намаз тақырыбын зерттеген кезде намазға дейінгі кезең, намаздың ішіндегі кезең және намаздан кейінгі кезең деп мен кітабымда да оны бөлдім. Сіздерге де қазір мен соны ұсынамын. Сіз өзіңіздің күнделікті оқитын 5 уақыт намазыңызды намазға дейінгі кезең, намаздың ішіндегі және намаздан кейінгі кезең деп бөліп көріңізші. Қараңыз, намазға дайындық кезеңі бар. Оған бір мысал, ғалымдардың бірі намазға дәрет алғаннан бастап сарғайып, түрі бозарып, жаңағыдай несі өзгереді екен. Бет әлпеті. Сонда адамдар кеп сұрайды, саған не болды? Неге соншалықты осындай халге түстің деген кезде, сендер білесіңдер ме? Қазір менің кімнің алдына бара жатқанымды дейді екен. Қараңыздаршы, яғни намазға оның дайындығы, ол ғалымның намазға дейін басталған еді. Яғни дәрет алған кезде ол не нәрсеге, қандай ұлы құлшылыққа дайындалып жатқандығын сезді. Себебі намаз бұл Раббымыздың алдында тұру. Мысал ретінде қараңыз, әскерде командирлері келеді, жаңа солдаттар қалай тұрады? Алдарында тік тұрады. Оларға қозғалуға болмайды, киімі мұж-мұж болуға болмайды. Бұл жай ғана бір командирдің алдында адамдар осылай тұрады екен. Онда әлемдердің ұлы Раббысы Алла Тағаланың алдында құл қандай халде тұру керек? Міне, біздің негізгі мақсат, намаздың да мақсаты осы Раббымыздың алдында тұруға дайындалу.
Ал енді осы дүниедегі намаз бұл біздің қияметтегі Раббымыздың алдында тұруға дайындық екен. Яғни біз осы дүниеде Алла Тағаланың алдында әдемі тұратын болсақ, ықыласпен тұратын болсақ, бойсұнған күйде тұратын болсақ, қияметтегі біздің тұрысымыз жеңіл болады екен. Себебі Алла Тағала айтады, мен құлыма екі қорқыныш бермеймін дейді. Кім осы дүниеде Алла Тағаладан қорқып, оның тыйымдарынан сақтанып, бұйрықтарын орындап өмір сүретін болса, Алла Тағала қияметте оны қорқытпаймын дейді. Міне, ал егерде керісінше біз осы дүниеде дүние бір рет берілді деп қалай болса солай өмір сүретін болсақ, онда қияметтегі халіміз біздің ауыр болмақ. Сондықтан да біз ең алдымен намаздың маңыздылығын түсінейік. Біз кімнің алдында тұрайын деп жатырмыз? Кімнің алдына бара жатырмыз? Міне, осы сезімді ояту бізге маңызды. Ол үшін ең алдымен Алла Тағаланы тану маңызды екен. Қараңызшы. Ата-анамыз бізге бір нәрсе айтса, біз бірден бойсынуға тырысамыз, айтқанын жасауға тырысамыз. Өйткені айтқанын істемесек, бізді ұрсады, ұрады деген сияқты. Енді Алла Тағаланың алдында біз қалай тұруымыз керек? Алла Тағала азан айтқан кезде, Алла Тағаланың бізді намазға шақырады. Ал енді сол шақыртуына Алланың жауап бермеу, бұл өзімізге таңдау берілген. Алла Тағала айтты, намаз оқыңдар деді. Енді одан кейін сіз намазыңызға оқисыз ба, әлде оқымай қиямет күні жазаланасыз ба, өзіңіз шешерсіз. Сондықтан азаннан бастап біз не істейді екенбіз? Осы шақыртуды Аллахым мен қабыл еттім деп намазға ниет етеді екенбіз. Бізде көпшілігімізде осы жер әлсіз. Неге? Өйткені біздің үйімізде Түркиядағы секілді, араб елдеріндегі сияқты кешке дейін азан естілмейді, дұрыс па? Сөйтеміз де біз намаздың уақыты кіргенін байқамай қаламыз. Шығайын деп жатқанда бар көпшілігімізде енді ойбай оқу керек деген сияқты паника басталады. Енді осы жерде ең алдымен біз кімнің алдына бара жатқандығымызды сезіну маңызды екен. Кімнің алдына бара жатырмыз? Күнделікті біздің ризық несібемізді беретін, бізді қорғайтын, бізді қамқорына алатын, барлық дұғаларымызға жауап беретін, проблемаларымызды шешетін, бізді жаратқан, рахымды, рахман Раббымыздың алдына бара жатырмыз. Міне, осыны сезіну маңызды. Енді осылай біз жүрегімізді тірілткеннен кейін екінші жасау керек амал бұл дәрет алу. Дәрет алған кездің өзінде ең маңызды нәрсе дәретті асықпай алу. Қараңыздаршы, былай елестетсеңіздер болады. Біз білеміз, қиямет күні кітабымыз оң қолымыздан беріледі. Сол қолынан берілгендер олар бақытсыздар. Сондықтан дәрет алған кездің өзінде асықпастан, я Аллахым деп оң қолымызды жуған кезде, бұл міндетті түрде айт деген сөз емес, бірақ сезіну маңызды. Аллах маған кітабымды оң қолыммен алуды нәсіп етші, сол қолыммен алудан сақташы деген сияқты біз дәреттің өзін сезініп алуымыз керек. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Егер біз әрбір дәрет алған кезде әрбір дене мүшемізді Алла Тағаланың атымен бастап дәретімізді алатын болсақ, сол мүшелерімізбен жасаған күнәларымыз төгіледі дейді. Біз осыны сезінуіміз керек. Мен бүгін қолмен қандай күнә жасап қойдым? Немесе жүзіммен мен қандай күнәлар жасап қойдым? Тіліммен мен аузыммен қандай күнәлар жасап қойдым деп біз сол күнәларымыздың төгіліп жатқандығын сезініп, біз не істеуіміз керек? Дәреттің өзін асықпай алуды үйренуіміз керек. Бүгінгі күні әрине біз бәріміз комфортқа ұмтыламыз, бірақ дәл сол комфорт кейде бізге кедергісін де келтіруі мүмкін. Мысалы біз суымыз жылтудың қажеті жоқ, құманмен жүрудің қажеті жоқ. Суды ағыза саламыз, сөйтеміз де не істейміз? Тез дәретті ала саламыз да, дәретті сезінбей қалады екенбіз. Міне осы жерде дәреттің өзін асықпай алуымыз, дәреттің өзінде жаңадай кімнің алдына бара жатқандығымызды ойланып алу бұл маңызды. Себебі қараңыздар, намаздағы сөз, намаздағы қимылды, дәрет алуды, бұның барлығы Алла Тағала періштесі арқылы пайғамбарымызға үйретті. Бұл деген сөз жай ғана біз оң қолымызды жуа салмауымыз керек екен. Бұл құлшылық екендігін түсінуіміз керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Айнұр Жарқынбекқызы, исламтанушы, Нұр-Марак университетінің магистрі. Соңғы 13 жылдан бері қыз-келіншектердің діни сауатын ашып, ұстаздық қызмет атқарып жүрмін. Бүгінгі күні Аллаға шүкір жан тыныштығы, Құран мен саяхат, Құран аяттарының түсіндірмесін үйрететін 3 айлық жобаның авторымын. Сондай-ақ бүгінгі күні таңғы кешкі зікірлер жинағын шығардым, ал дәл қазір намазыңды әсемде кітабы жарыққа шыққалы жатыр.
Бұл кітап не жайында? Бүгінгі күні көптеген мұсылмандар намазбен қарым-қатынасым дұрыс емес, намазымды қаза етіп ала беремін, таң намазын қаза етіп ала беремін, намазда тұрған кезде ойым жан-жаққа шашырап кете береді, намаз бастағым келеді, бірақ қорқамын, намаз бастағым келеді, бірақ қиын сияқты деген сияқты ойларыңыздың барлығына жауап беретін намазыңды әсемде кітабы. Және бұл кітапта намаздағы ықыласты арттырудың жолдары, намазға қатысты түрлі теріс установкаларға жауап таба аласыз. Дәл қазір намазыңды әсемде кітабына алдын ала тапсырыс беру жүріп жатыр. Кітапты дәл қазір тапсырыс беретін болсаңыз, арнайы менің қолтаңбаммен, сондай-ақ намазыңды әсемде курсын сыйлыққа алатын боласыз. Намазыңды әсемде кітабы жайлы және де басқа да өнімдерім жайлы толық ақпарат білгіңіз келсе, төмендегі менеджердің нөміріне хабарласыңыз. Нөмірді описанияға қалдырдым. Үшіншіден, әрине, ол намазда тұрған сәтте біз не істеуіміз керек? Намазымызды асықпай оқуымыз керек. Көпшілігіміздің мәселеміз, мойындайықшы, намазды асығып оқимыз. Біз ойлаймыз, мен намаз тез-тез оқып тастайын, сосын барып дүнияуи проблемаларымды шешейін деп. Білесіздер ме, ғалымдардың өмірін қарайтын болсақ, керісінше олардың дүнияуи проблемасы болса, олар намазға қарай асыққан. Ал біздің бүгінгі ең үлкен дертіміз, біз намазды асығып оқып, дүнияуи проблемамыз шешуге асығады екенбіз. Негізі керісінше болу керек. Сіз сондай сіздің проблемаларыңызды жаратушы, оны шешіп бере алушы Раббыңыздың алдында тұрып, Аллахым, мен өзім шешіп алам деп кетіп қалған секілді да. Сондықтан да біз керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайғысында да, қуанышында да, түнінде, күндізінде не істеген? Раббысына жалбарынумен, бір нәрсе болса бірден намазға жығылумен, сәждеге жығылумен өткізетін болған. Бізде бойымызға осы нәрсені сезінуіміз керек. Ең бірінші намаздағы ықыласты арттырудың жолы да намаздың ішінде. Бұл асықпай оқу. Аллаху акбар не мағына береді? Сами Аллаху лиман хамида не мағына береді? Субхана раббиял а'ля дегенде мен не айтып жатырмын? Деп намаздағы сөздеріміздің мағынасына үңілу. Бұл да намаздағы ықыласты арттырудың жолы екен. Сонымен ең алдымен біз намаздағы ықыласты арттырудың жолы ол кімнің алдына бара жатқандығымызды, кімнің алдында тұрайын деп жатқандығымызды сезіну дедік. Екіншіден, дәретті асықпай алу дедік. Үшіншіден, намаздағы қимылдарды асықпай орындау. Төртіншіден, намаздағы айтып жатқан сүрелеріміздің, дұғаларымыздың мағынасын қайталау. Білсек қайталау, білмесек мағынасын үйрену. Қашан біз не айтып тұрғандығымызды өзіміз түсінген кезде, сеніңіздер маған, намаздағы біздің ықыласымыз артады. Келесі намазды сақтаудың жолы бұл күнделікті зікірлерімізді оқу екен. Неге? Өйткені білесіздер, зікір, таңғы кешкі зікірлер болсын, бұл біздің күш қуатымызды арттырады. Және де қараңыздар, таңғы кешкі зікірлердің өзі, таңда сіз зікіріңізді оқыған кезде, бұл біздің күндізгі құлшылықтарымызды жасауға, дүнияуи мәселелерімізді шешуге күш қуат береді екен. Күш қуатымызды арттырады екен. Ал енді кешкі зікірлер сіздің таңғы намазға тұруыңызға әсерін береді екен. Қараңыздаршы, жай ғана біз таңғы кешкі зікірлер ғой дей салуымыз мүмкін. Алайда Алла тағала оны пайғамбарына үйреткенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны сахабаларына, жұбайларына үйреткен кезде осы нәрсені қалады. Яғни біздің күнделікті айтатын зікіріміз егер де тұрақты болса, онда ол біздің намазымыздың да тұрақты болуына әсерін береді екен. Сондықтан да міндетті түрде таңғы кешкі зікірлерді тастамаңыздар, немқұрайлы қарамаңыздар. Одан басқа да зікірлерді айтуға тырысыңыздар. Бұл сіздің жалқаулығыңызды жеңуге, себебі таңғы кешкі зікірлердің ішінде де білесіздер, жалқаулықтан сақташы дейтін дұғалар бар, әлсіздіктен сақташы дейтін дұғалар бар. Сол зікірлерді айту арқылы біз намазымызға да өзіміздің не істейді екенбіз, пайдасын келтіреді екенбіз. Сондықтан кемінде осы 5 жолды жасап бастаңызшы. Ал алдағы уақытта мен тағы да басқа ұстаздарды шақырып, намазға қатысты неше түрлі олардың өміріндегі пайдалы кеңестермен, лайфхактармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналыма жазылып, сол подкасттарды күтіңіздер. Және де егер дәрістерім пайдалы болған болса, онда жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сол сияқты өздеріңіздің намазға қатысты сұрақтарыңызды міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Алдағы подкасттарда біз сіздермен осы сұрақтарды қамтитын боламыз. Қандай ұстазды
менің подкастымда көргіңіз келеді. Және де осы жолғы подкасттың ерекшелігі, мен әлі ойланып жатырмын, біздің елімізге белгілі атақты ер ұстаздардан да интервью алу. Неге бұл маңызды? Себебі ол кісілердің білімімен мен сіздермен де бөліскім келеді. Подкасттың тақырыбы арнайы осы өзіміздің күнделікті жасап жүрген намаз құлшылығымызға деген ықыласымызды арттыру, намазды бастап кетуге себепші болу, намазға деген махаббатымызды арттыру болмақ. Сондықтан да сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Қандай сұрақтарыңыз бар, комментарийге жазсаңыздар болады. Ал келесі подкасттарда, келесі дәрістерде кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.